Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда көптің сұрағы, яғни көптің сұрауымен доллар гүлім неге өспейді деген сұраққа жауап беретін болам. Яғни доллар гүлінің өспеуінің себептерін ашық көрсетіп және айтып өтем. Мүмкін сіздің доллар гүліңіз осы себептерден өспейтін шығар. Видеоны соңына дейін көрсеңіз түсінесіз. Доллар гүлі жақсы өсу үшін ең бірінші бізге тар горшок керек. Мысалға, осы мен ақ кашпоға әдемілік үшін доллар гүлімді отырғызып қойсам, горшок үлкен болғандықтан өспейтін болады. Сондықтан мен уақытша осылай транспортировочный горшокқа егіп салып қойдым. Бұл доллар гүлі тамырды горшок тар болған кезде, қысқан кезде жоғары қарай күшті жіберіп, жаңа стрелка шығаратын болады. Сондықтан тар горшок болу керек. Ал екінші, топырақ құнарсыз болуы мүмкін. Құнарсыз топырақ дегеніміз ол осындай беті ағарған және осылай ашып көрген кезде өзі опырылып түсіп қалып және жаңағы доллар гүліңіздің тамыры жаңа өскін пайда болмаған, өспеген, жоғары қарай стрелка шығармаған, еш өзгеріссіз бір қалыпта су құясыз. Ол су құйғаннан уақытша суды картошкасына жинап алады да уақытша тұрып қалады. Міне жаңа тамыр өскін жоқ, жоғары қарай өскін жоқ. Сондықтан бұл құнарсыз топырақта тұр. Құнарлы топырақ дегеніміз қандай? Ол универсальный топыраққа агробальты араластырып, топырағыңызды өте жеңіл қылып жасайсыз. Перлит араластырсаңыз болады, вермикулиттің араластырудың қажет жоқ. Көп мөлшерде қажет емес, себебі вермикулит өзінің бойында суды дымқылдықты тастап қалатын болғандықтан, ал доллар гүлі картошкасы онша дымқылдықты ұната бермейді. Одан кейінгі себеп, картошкасын терең екпеу керекпіз. Одан кейін бетіне топырақты толтырып салып тастамаймыз. Одан кейінгі себеп, аглониманы пересадка жасап отырып айта берейін. Одан кейін доллар гүліңіздің өспеуінің себебінің бірі ол жарық жеткіліксіз жерде тұруы. Терезенің жаны жарық жеткілікті жерге, күн түсетін терезеге жаздың күні қажет емес, қыстың күні жарық терезеңізге орналастырсаңыз болады. Яғни жарық жеткілікті жерде тұру керек. Негізі доллар гүлі шіркейге көп ауыра бермейтін гүлдердің қатарынан, көбіне бұл доллар гүлінің жапырақтарына шіркей онша түсе бермейді. Одан кейін доллар гүлінің өспеуінің себептерінің бірі ол судың режимі. Яғни суды дұрыс құйылмау. Кейбіреулері байқасаңыздар аз-аздан суғарып, бірақ арасын жиі суғарып жүреді, олай дұрыс емес. Бір суғарғанда осылай ағашты тығып қойып, ол ағашты алып көрген кезде, егер толықтай құрғақ болса суғара бересіз, ал егер ағашыңыз дымқыл болып тұрса, онда 100% топырағыңыз құрғады деген сөз емес. Сондықтан бір суғарған кезде шөлін әбден қандырып суғарасыз, ал суғармайтын кез ол ұзақ уақытқа дейін топырағы 100% толық құрғағанша суғармаймыз. Одан кейінгі себеп ол тыңайтқыш бермеу. Негізі жасыл жапырақтыларға арналған деген тыңайтқышты қыстың күні бұл жасыл жапырақты гүл болғандықтан дем алады, ал көктемде осы удобренияларды берсеңіз болады. Сондықтан гүлдеріңізді барынша тар горшокқа егіңіздер. Егер парақшам пайдалы болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып отырсаңыздар, қуанып қалар едім. Қош сау болыңыздар, рахмет.